Бүгін мен сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Номері 1. Мұғалім оқушылар үшін жарыс ұйымдастырғысы келіп, олардың қолдарына бір парақ береді. Және сол параққа өздерінің аттарында жазыңдар, ал келесі күні осы аттарын жазылған парақты тақтаға жабыстырасыңдар дейді. Оқушылар жарайды, бірақ бұл не үшін деген кезде мұғалім айтпай қояды. Арада бір күн өтеді. Оқушылар кабинеттің ішіне кіріп, тақтаға өздерінің аттары жазылған, яғни мұғалім берген парақты жабыстырады. Жабыстырып болған соң мұғалім айтады: "Бұл парақты ең бірінші кім жабыстырды? Ең бірінші жабыстырған адамға менің сыйлығым бар" дейді. Бұны естіген оқушылар: "Парақты ең бірінші мен жабыстырдым." "Жоқ, сен емес, мен жабыстырдым." "Ей, жоқ, мен жабыстырдым ғой" деп таласып жатады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл парақты ең бірінші кім жабыстырды? Уақыт кетті. Жауабы: бұл парақты ең бірінші жабыстырған адам Басия. Себебі оның парағы басқалардың парағына қарағанда ең астында тұр. Демек ол ең бірінші жабыстырған, ал басқаларынікі оның үстінде тұр. Демек олар одан кейін жабыстырған. Егер де сіз бұл сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, лүпіл басып кетіңіз. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Номері 2. Бөлмеде барлығы 10 адам бар. Оның 7-і испанша, ал 8-і французша, ал 9-і ағылшынша сөйлейді. Ал енді сіздерге сұрақ. Осы 10 адамның қаншасы үш тілді де біледі? Уақыт кетті. Жауабы: бұл сұрақтың жауабын табу үшін біз оны былай табамыз. Сіз білетіндей бөлмеде 10 адам бар. Оның 7-і испанша біледі. Демек 10 адамның 3-і испанша білмейді. Ал 8-і французша біледі. Яғни 2-і оны білмейді. Ал 9 адам ағылшынша біледі. Ал 1 адам оны білмейді. Енді біз осы білмейтіндерді қосамыз. Яғни 1-ге 2-ні, 2-ге 3-ті қосамыз. Жауабы 6 шығады. Енді біз шыққан санның бөлмедегі барлық адамды аламыз. Яғни 10-нан 6-ны аламыз. Жауабы 4 шығады. Демек 10 адамның 4-еуі 3 тілді де біледі. Номері 3. Бауыржан мен Жандос теннис ойнап жатып, олардың доптары шұңқырдың ішіне түсіп кетеді. Шұңқырдың іші өте тар болғандықтан олардың қолдары симайды. Олардың қолдарында оны алу үшін 3 зат бар. Біріншісі теннис таяқшасы, екіншісі жіп, үшіншісі су. Ал енді сіздерге сұрақ. Осы 3 заттың қайсысы теннис добын алуға көмектеседі? Уақыт кетті. Жауабы: теннис добын шұңқырдан шығару үшін бізге су көмек береді. Біз суды алып, оны шұңқырдың ішіне құямыз. Оның ішіне су құйылғандықтан доп үстіге өзі көтеріліп шығады. Номері 4. Майкты істемеген қылмысы үшін түрмеге қамайды. Сондықтан да ол түрмеден қашқысы келеді. Бірінші есікте өте қауіпті қылмыскерлер бар. Ол қылмыскерлер Майкты өлтіріп тастауы мүмкін. Ал егер де ол екінші жолмен қашатын болса, онда ол есіктен жарылғыштарды көреді. Ол жарылғыштарға бір жері тиіп кететін болса, онда Майк бірден өліп қалады. Ал үшінші есікте өте қауіпті иттер мекендейді. Ол иттер Майк үшін өте қауіпті. Ал енді сіздерге сұрақ. Майк түрмеден қашу үшін қай есікті таңдағаны жөн? Жауабы: Майкқа түрмеден қашу үшін екінші есікті таңдауы керек. Яғни өздеріңіз естігендей, ол бөлмеде жарылғыштар бар. Ал Майк тұрған бөлмеде орындық бар. Ол бөлмеге орындықты лақтырған кезде жарылғыш жарылады. Ал бір жарылғыш жарылса, барлық жарылғыштары жарылып кетеді.
Осы арқылы жарылғыштардың барлығы жарылған соң Майк түрмеден қаша алады. Номері 5. 24 желтоқсан күні компанияның бастығын бір адам өлтіріп кетеді. Бұны естіген із-кесуші оны кім өлтіргенін табу үшін бірден сол жерге барады. Біраз айғақтарды іздей келе, компанияның бастығын өлтірген адамды оның жұмыскері өлтіргендігін тауып алады. Және соны өлтірген адам Солақай екенін де біліп алады. Және сол уақытта жұмыс істеген екі жұмыскерді шақырып, оларды тергейді. Олар айтады: "Мен Солақай емеспін, мен Оңқаймын, мен оны өлтірген жоқпын" дейді. Бұны естіген із-кесуші оған сенбей, олардың жұмыс орнын тексереді. Ал енді сіздерге сұрақ: компанияның бастығын кім өлтірді? Уақыт кетті. Жауабы: егер де біз оң жақтағы адамның жұмыс орнына қарайтын болсақ, онда оның заттары Солақай адамға ыңғайлы етіліп қойылғандығын байқаймыз. Яғни үстелдің үстінде тұрған стакан және қаламсап сол жақта тұр. Демек ол Солақай. Яғни оны өлтірген екінші адам. Номері 6. Ит, мысық, қоян үшеуі өздерінің салмақтарын өлшегісі келіп, өздерінің салмақтарын өлшейді. Сосын бір-екі эксперимент жүргізеді. Эксперимент нәтижесінде мысық пен қоянның салмағы 10 килограмм, ал ит пен қоянның салмағы 20 килограмм болса, ит пен мысықтың салмағы 24 килограмм екен. Ал енді сіздерге сұрақ: әр қайсысының, яғни қоянның, иттің, мысықтың салмағы қанша? Және олар үшеуі бірге тұратын болса, салмақтары қанша болатынын табыңыз. Бұл сұрақтың жауабын табу үшін біз теңдеу құруымыз қажет. Алдымен теңдеудің шартын құрып алайық. Бізде қоян X болсын. Енді біз ең алдымен ит пен қоянның салмағынан қоянды аламыз. Яғни 20-дан аламыз X-ті. Ал содан соң қоян мен мысықтың салмағынан қоянды алуды қосамыз. Яғни 10 алу X-ті қосамыз. Тен 24 деп жазамыз. 24 дегеніміз мысық пен иттің салмағы. Енді біз бұл теңдеуді шешуіміз қажет. 30 алу 2x тен 24, 2x тен 6, x тен 3. Яғни x тен 3 дегеніміз бұл қоянның салмағы. Ары қарай бәрі оңай болады. Яғни біз онан 3-ті аламыз. Жауабы 7 шығады. Бұл мысықтың салмағы. Сосын 20-дан 3-ті аламыз. Жауабы 17 шығады. Ал бұл иттің салмағы. Енді біз барлығын қосамыз. Барлығын қосқан кезде бізде 17-ге 7-ні қоссақ 24. Ал 24-ке 3-ті қоссақ 27 шығады. Яғни барлығының салмағы 27 шығады. Жауабы: мысықтың салмағы 7 килограмм, иттің салмағы 17 килограмм, қоянның салмағы 3 килограмм, ал барлығы бірге болғанда 27 килограмм болады. Номері 7. Ал енді сіздің көзіңіздің қыралығын тексерейік. Сіз бұл жерден қанша динозаврды көріп тұрсыз? Уақыт кетті. Номері 8. Серік жол апатына түседі. Сол себепті ол өзінің есін жоғалтып алады. Ол жол апатына түскен кезде оның қасында әйелі болған. Ол да ауруханаға түседі. Ауруханадан Серік шыққан кезде өзінің әйеліне барғысы келеді.
Әйелі жатқан бөлмеге барған кезде екі әйел жатыр екен. Және бірінші әйел айтады: "Мен сенің әйеліңмін", ал екінші адам болса айтады: "Біздің баламыз бар", дейді. Серік есін жоғалтып алғаннан кейін қайсысы оның әйелі екендігін білмейді. Ал енді сіздерге сұрақ: осы екі адамның қайсысы оның әйелі? Уақыт кетті. Жауабы: екінші жатқан адам оның әйелі. Себебі Серіктің қолындағы алқа мен екінші жатқан адамның қолындағы алқа бірдей. Демек ол оның әйелі. Ал енді осымен менің жинаған логикалық сұрақтарым бүгінге бітті. Егер де сіздерге осы бейне ұнаса, лүпіл басып арнаға жазыламыз. Және осы бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.